Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгін бізде жаратылыстану пәні 2-ші сынып. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсіру үшін сұрақтарға жауап берейік. 1-ші сұрақ: күн қандай? 2-ші сұрақ: жарықтың қандай түрлері бар? 3-ші сұрақ: қандай заттар жарықты өткізеді? Оқушылар, өткен тақырыпты жақсы түсінген екенсіңдер. Күн жарық. Жарықтың жасанды және табиғи түрлері болады. Мөлдір денелер мен материалдар жарықты жақсы өткізеді. Енді оқушылар, бейнежазбаларға назар аударайық. Әдебиетті оқу кітабында кемпір қосақ деген өлеңді оқыдым. Кемпір қосақ деген оны кім жазған? Мұзафар Әлімбаев жазған, иә? Мұзафар Әлімбаев ол балалар жазушысы, иә? Оның көптеген кітаптары, шығармалары бар, иә? Түлкі мен қоян, иә? Сосын партада деген оның шығармалары бар, иә? 90. Рабочий, да? Оқушылар, бейнежазбалардан не көрдік? Не естідік? Не білдік? Қане ойланайық. Оқушылар, бейнежазбалардан кітапханадағы, көшедегі, ауруханадағы көріністерді көре отырып, дыбыстарын естідік. Олай болса балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз дыбыстар қандай болады? Бүгінгі мақсатымыз дыбыстар қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу, эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін білу. Қай жерлерде бәсең дыбыстар естіледі, қай жерлерде қатты дыбыстар естіледі, дыбыстың қандай түрлері бар деген сұрақтың жауабын бүгінгі сабақта білетін боламыз. Енді оқушылар, оқулықпен жұмыс жасайық. Кітабымыздың 78-79 бетін ашайық. Стадион. Адам көп жүретін көше қиылыстары мен би алаңдары сияқты орындардан қатты дыбыстарды естуге болады. Театр, аурухана, кітапханада бәсең дыбыстар естіледі екен. Сонда оқушылар, дыбыс екіге бөлінеді: қатты дыбыс және бәсең дыбыс. Сен білесің бе? Алматы облысындағы Алтынемел ұлттық табиғи саябағында әнші құм бар. Құм самал желдің әсерінен сырғып, қозғалған кезде сырнайдың үніне ұқсас әуен шығарады. Ал қатты жел соқса, ұшақтың дыбысына ұқсас гүріл естіледі. Сондықтан оны әнші құм деп атап кеткен. Енді оқушылар дәптермен жұмыс жасайық. Дыбыстар қатты және бәсең болады деп айттық. Енді қатты және бәсең дыбыстарды сөз тіркестерімен сәйкестендіреміз.